өзі сүю қыздардың соры ғана. Ерсін менің көзімше де қыздармен сөйлесіп жататын, агент деген болушы еді ғой. Сонымен танысып та отыратын, кез келген уақытта шығып кетіп апталап жоқ болып кетуді әдет қылды. Осылай бірде анау бірде мынау деп жүріп, атам Ерсінді ауылға жұмысқа тұрғызды. Бір-бірімізге бір үйде жүргесін жайлап үйрене бастағандай едік. Киімнің қайда тұрғанын, тамақтың қашан пісетінін сұрағанның өзі мен үшін үлкен бақыт болды. Үйге келіп кеткен ағайын туыстың барлығы, әй мына келіндерің қашан туады дейтін, қайдан білсін, келін емес күң екенімді. Ерсін қатты масайып келгенде ғана маған жақындайтын, ал мен мас болып келсе екен деп тілеп жатушы едім. Осылай 5 жылдан соң үлкен қызымды дүниеге келдім. Қу сүйегім қалды десем де болады. Қызым да өте аурушаң болды. Перзентханадан атам шығарып алды, әкесі барғанда жоқ. Күйеуім үшін көк түйіндік құным болмады. Қызым үшін деп жүргенде артынан ұлымды тудым. Ерсін үйден кеткісі келіп тұратын. Осылай бірте-бірте ішкілікке жақын болды. Көп ұзамай ішкілікке басбайлы салынған оны жұмысынан шығарып жіберді. Үйде жатып алып ішетінді шығарды. Бұрын әкесіне қарсы шықпайтын ұлы. Менің болашағымды сіз құрттыңыз, осы қатынды алмаймын дегеніме қарамай алдырдыңыз деп жиі қарсы шығатын, сыйламайтын болды. Мені де ішіп келіп, қайдан ғана пайда болдың, осы сен, менің сүйгенім бар, Алматыда қалды. Қосыла алмадым сенің кесіріңнен деп шашымнан сүйреп тұрып, аузы мұрнымнан қанымды сорғалатып ұратынды шығарды. Енем араша түсудің орнына, сауап, міне сауап саған, бәле салып тиіп бақытты болам деп ойладың ба деп одан бетер отқа май құюшы еді. Атам ғана мен үшін бәйек болып шырылдайтын. Мені ұрып жатқанда күн-түн демей араша түсіп жүріп, мені құтқарып қалды талай. Міне осылай бірде анау бірде мынау деп арың-жырыңмен жүргенде Ерсін ішіп жүріп біреулермен соқтығысты. Ерегестің аяғы жанжал төбелеспен аяқталып, Ерсін қарсыласына пышақ сұғып алған. Абырой болғанда аман қалды. Сонда да денсаулығына қасақана зиян келтіру деп 5 жылға қамап тастады. Шығарып аламын баламды, онда қалдырмаймын деп атам бар дүние мүлкін сатып соттың аузына тықты. Бірақ ол ақша да ақтап ала алмады ма, әлде ақша берген адам алаяқ болып шықты ма, ол жағын маған ешкім айтпады. Ерсін сотталып кетті. Бұл күйікке шыдай алмаған атам бір сәтте ұйықтап жатып жүрегі тоқтап қалды. Бар нәрсеге мені кінәлаған енем мені үйден қуып шықты. Барар жер, басар тауым жоқ. Әкем мен анамның үйі мені сыйдырмады десем де болады. Анам кіріп шыққан сайын өзіңнен көр деп түртпектей берді. Өзіңнен көр қара бет болып барған қыз деген ақ босаған адалынан аттасашы, мұншалықты қадірсіз болмас едің. Оқуыңды бітіріп ел қатарлы ұзатылар едің деп жиі айтатын. Өткенді өзгертуге қауқарым жетсе өзгертер едім, неге айта бересің деп жиі ұрсып жүрдік. Балаларым ұрысқан сайын жүрегіме батады. Әбден ашушаң болып кеткенмін бе, бар ашуымды балалар мен әке-шешемнен аламын. Анам да тиісуін қоймай, ақыры пәтер жалдап шығып кеттім. Көше сыпырушы болып жұмысқа орналастым. Кешке қарай тойханаға ыдыс жууға барамын. Демалыс күнімде ұяк деймін, ас құдалықтарда ыдыс жуамын. Әйтеуір өлместің күні. Балалардың балабақшасының ақшасы бар. Кешке тойханадағы жұмысқа кеткенде тамақтарын тойдырып, сыртынан кілттеп кетемін. Демалыста да солай. Келгенше жанымды шүберекке түйіп, зорға жетемін. Ерсін түрмеден шықты. Бұрынғысы бұрынғы ма, адам танымастай өзгеріп кетіпті. Карта ойнайды, нашақор. Анасының зейнетақысын ұрып тартып алады. Үйіндегі жарам заттардың бәрін сатады деп естідім. Мұны естіген қайын әпкем Ерсіннің әпкесі анасын қолына алып кетіпті. Үйінде сатқызып, анасын бір жола көшіріп әкеткен көрінеді. Естуімше солай.
Барар жері болмағасын ерсін бізге келді. Күнде айқай-шу төбелес берекеміз қашты. Баяғы қара су мен қара нанымды тыныштықта жейтін күнді аңсадым. Әбден шаршағасын наркодиспансерге жатқызуға біреулер арқылы сөйлесіп келістім. Сонда алып кетті. Шыққасын қойса, қоймаса тағы берекемді алар анық. Негізі олардың берекесін алған мен-ау. Міне жазасы. Қазір менде жатыр онкологиясының алғашқы сатысы. Анализ сөйдепті. Ауырып жаныма батып жүргесін барған едім алғаш рет гинекологқа. Бар анализімді алып, осындай диагноз қойды. Оған ақшам да жоқ. Бармаймын емделуге деген едім. Медбикелер үйге қайта-қайта келіп жүріп, осында направлениемен жіберді. Қазір кіріп көремін. Не дейтін бұл жақтың гинекологтары деген апайдың әңгімесінің аяқталуын күтіп тұрған ба дерсің, менің кіретін кезегім келіп, ішке кіріп кеттім. Шықсам, асханаға не далаға шығып кеткен бе таппадым. Бақытты болсыншы, күйеуі өзгеріп, бәрін қойса екен деп күбірлеп, мен де ауылыма қайттым. Жол бойы бір өтірік қанша адамның тағдырын талқандады-ау. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам деген осы ма, әлде сүймегенге сүйкелме, өз сүйеу қыздардың соры ғана мекен деген сан сұрағыма жауап таппай ойланып отырғанымда ауылыма жетіп қалыппын.